Мәжілия кезеңіндегі екінші жексенбі күні жайлы Франсис папаның уағызы. Құрметті бауырластарым, қайырлы күн, қайырлы жексенбі. Бүгін Мәжілия кезеңіндегі екінші жексенбі. Бүгінгі литургия кезінде оқылатын Інжіл шомылдыру рәсімін орындаушы Жақияны бізге таныстырады. Інжіл мәтінінде Жақияның түйе жүнінен шапан киіп, азығы шегіртке және жабайы араның балы жейтін болғаны айтылады. Матай жазған Інжіл 3:4. Жақия адамдарды теріс жолдан қайтып Құдай жолына түсіңдер, Құдай патшалығының жер бетіне орнайтын кезі таяп қалды, деп тәубеге шақырған. Матай жазған Інжіл 3:2. Жақия аспан патшалығының жақындағанын уағыздады. Жалпы алғанда Жақия қатал әрі бұлжымас адам болды. Бір қарағанда Жақия бізге өткір және қорқыныш тудыратындай көрінуі мүмкін. Сонда өзімізге сұрақ қоямыз. Кілесе неліктен жыл сайын Мәжілия кезеңінде басты үлгі ретінде Жақияны ұсынады? Жақияның қаталдығы мен қатал көрінетін мінезінің астарында не жатыр? Жақияның құпиясы неде? Бүгін кілесе бізге Жақия арқылы қандай жолдауды жеткізіп отыр? Шындығында Жақия қатал адам ғана емес, ол жалғанды жек көретін жан. Мәселен, Жақияға екіжүзділігімен әйгілі парызшылдар мен садықшылдар келгенде Жақияның аллергиялық әсері өте күшті болды. Бәлкім, кейбір парызшылдар мен садақшылдар Жақияға қызығушылықтан немесе пайдакүнемдіктен келген шығар. Өйткені Жақия халық арасында аса танымал еді. Әлгі парызшылдар мен садақшылдар өздерін өзіне жеткілікті санайтын. Олар Жақияның тәубеге келуге деген табанды үндеуін естігенде өздері біздің түп атамыз Ыбырайым деп ақталуға кірісті. Матай жазған Інжіл 3:9. Осылайша парызшылдар мен садақшылдар жалғандық пен тәкаппарлықтың кесірінен Құдайдың рақымын көре алмады. Олар жаңа өмір бастау мүмкіндігін пайдаланбады. Олар өздерінің әділдігіне деген сенімнің тұтқыны болды. Сондықтан Жақия оларға, егер шынымен теріс жолдарынан қайтып, Құдай жолына түссеңдер, соған лайықты іс істеңдер, дейді. Матай жазған Інжіл 3:8. Бұл Жақияның сүйіспеншілігінен шыққан шақыруы. Баласының өзін өзі өлтіріп жатқанын көрген әкесі осылай сұрайды. Әкесі баласына, өміріңнің күндерін босқа өткізбе, дейді. Қымбатты бауырластарым, екіжүзділік зор зұлымдық. Өйткені екіжүзділік ең қасиетті нәрселердің өзін бүлдіреді. Екіжүзділік зор зұлымдық. Міне, сондықтан да Жақия, Иса Мәсіх секілді екіжүзділерге қатаң болды. Мысалы, Матай жазған Інжілінің 23 тарауын оқығанда Исаның екіжүзділер туралы өте қатаң сөйлегенін байқаймыз. Жақия мен Иса неліктен бұлай істеген? Екіжүзділерді рухани оятуға бұлай істеген. Жасаған күнәларын мойындаған адамдар, күнәларын мойындаған соң, Жақия оларды Үрдін өзенінде шомылдыру рәсімінен өткізді. Матай жазған Інжіл 3:6. Дәл солай, Құдайды қабылдау үшін өзін өзі жеткілікті санау емес, кішіпейілділік маңызды. Кішіпейілділік Құдай шынайы тану құралы, өзін өзі жеткілікті санау емес. Өзіміз ғана күштіміз, біз ғана ұлы кісілерміз деген сөздер емес. Жоқ, мен күнәһармын деп айту үшін шынайы кішіпейілділік қажет. Басқалардың кесірінен күнәһармын деп жалпылама айтпау керек. Әрқайсымыз ең алдымен өз күнәларымызды
кемшіліктерімізді, екіжүзділігімізді өзімізге мойындауымыз қажет. Біз тәкаппарлық тұғырынан түсіп, тәубеге апаратын өзеніне батуымыз керек. Құрметті бауырластарым, Жақия өзінің екіжүзділікке аллергиялық әсері арқылы бізді келесі сұрақ туралы ойлануға мәжбүр етеді. Өзіміз сол парызшылдарға ұқсаймыз ба? Бәлкім, өзгелерге тәкаппарлықпен қарайтын шығармыз. Бәлкім, өзімізді өзгелерден артық санайтын шығармыз. Бәлкім, өмірімізді бақылауда ұстаймыз деп ойлайтын шығармыз. Мүмкін, біз Құдайды кілесені, басқа адамдарды қажет етпейміз деп ойлайтын шығармыз. Бәлкім, біз басқа адамға жоғарыдан төменге қарау, күнә батпағынан көтерілуге көмектесу қажет болғанда ғана мүмкін екенін ұмытып кетуіміз мүмкін. Тек осылай ғана болады. Адамға жоғарыдан төмен көзқарастан басқаша қарауға болмайды. Мәжлия кезеңі бұл рухани масканы шешу үшін рақым беретін уақыт. Әр қайсымызда кем дегенде бір рухани маска бар екен. Кішіпейіл адамдарға қосылатын уақыт келді. Бұл менмендік пен тәкаппарлық сезімінен арылатын уақыт. Бұл жасырын күнәларыңызды мойындап, Құдайдан кешірім алғанымыздың уақыты. Бұл өзіміз ренжіткен адамдардан кешірім сұрайтын уақыт. Жаңа өміріміз осылай басталуы мүмкін. Соның бір ғана амалы кішіпейілділік. Кішіпейілділік бұл басқалардан артықшылық сезімінен арылу, формализм мен екіжүзділіктен арылу, басқа адамдарға бауырлас ретінде қарау. Өйткені бәріміз күнәһармыз. Иса Мәсіхті өзінің құтқарушысы ретінде мойындау. Иса басқалар үшін де, өзіміз үшін де келеді. Қандай екенімізді мойындауымыз керек. Рухани кедейлігімізді, кемшіліктерімізді, сондай-ақ басқалардың көмегіне, кешіріміне және рухани құтқарылуына мұқтаж екенімізді мойындауымыз керек. Келесі ақиқатты да қарастырайық. Егер Исамен достықта болсақ, әрқашан бәрін басынан бастауға болады. Ешқашан кеш емес. Әрқашан бәрін басынан бастауға мүмкіндік бар. Батылдық танытыңдар. Дәл осы тәубе өткеніміздің сәтінде Иса Мәсіх бізге жақын. Әрқайсымыз, жағдайым қиын ғой, мен өз күнәларымнан қатты ұяламын, бірақ Иса саған жақын. Қайтадан бастаңдар. Әрқашан тағы бір қадам жасауға мүмкіндік бар. Иса күтіп отырып, бізден ешқашан шаршамайды. Ол бізден ешқашан жалықпайды. Біз өзімізден шаршаймыз, бірақ Иса бізден ешқашан шаршамайды. Біз Жақияның Құдайға оралуға шақыруын тыңдайық. Мәжлия осы кезеңін босқа өткізбейік, өйткені бұл Құдай рақымының уақыты. Бұл Құдайдың бізге дәл осында да, дәл қазірде жіберетін мол рақым уақыты. Құдайдың момын қызметшісі Мәриям Бикеш бізге Құдай әкені Иса Мәсіхті және бауырларымызды шынайы сүюге көмектессін. Кішіпейілдігімізге апаратын жол осы. Кішіпейілділік өзімізді алға жетелейтін жалғыз рухани құрал. Аумин.